Сәлеметсіз бе, құрметті тыңдармандар. Бүгін бізде адам өмірінде көп талқыланатын тақырыптардың бірі ол адам мүмкіндіктері, ол фантастика ма немесе ғылым ба. Бүгінде осыған көмектесуге бізге сұхбат беруге келіп тұрған Айтбаева Динара мен Ари Жұмагүл апайымыз. Енді сұрақтарымызды бастасақ, қазіргі ғылым адам мүмкіндік туралы не дейді? Ғылым бойынша жалпы адам физикалық тұрғыдан емес, сонымен қатар интеллектуалды және технологиялық ғылыммен байланысты. Ал Жұмагүл апай, сіз осы туралы қалай білесіз? Мен оны қосымша айта кетейін. Жалпы жасанды интеллект адамдарды бірде-бір көшірме жасайды. Мысалы, жасанды интеллект, мысалы, сіздің ойыңызды тез арада және лезде, сол уақытта, сол моментте сізге ойын жеткізіп береді. Бірақ оның бір айырмашылығы, адамдар, жасанды интеллекттер ертең бастаймын демейді, қазірден бастайды. Ал адамдар ертең бастаймын, арғыны бастаймын деп жүре береді. Сіздің ойынша олар созылып жүре береді. Иә. Ал енді келесі сұраққа келетін болса, ол сол кезде фантастика болған, қазіргі таңда шындыққа айналады. Осы сұраққа Жұмагүл апай басып жауап берсеңіз. Иә, ол рас нәрсе. Мысалы, 2023-2024 жылдары адамның миын компьютер басқарған. Одан кейін қазір мысалға келтіретін болсақ, медицинада операцияны роботтар жасап жатыр. Жалпы бионикалық протездер арқылы адамның жүре алуы, яғни бұрын бізде фантастика тұрғыда болса, қазіргі кезде ол ғылымда бар нәрселер. Ал осының бәрі адамның өміріне қандай да бір өзгерістер әкеле ме? Толығымен шексіз деп айта алмаймын, себебі биологиялық тұрғыдан шектеу бар. Адам шексіз өмір сүре алмайды және шексіз қозғалысқа түсе алмайды. Бірақ ғылым кей шектеулерді жоюға тырысып жатыр. Мысалы, генетикалық тұрғыдан кей тұқым қуалайтын аурулардың жою немесе импланттар арқылы көру қабілетін жақсарту мақсатында, яғни қазіргі ғылым, қазіргі мүмкін емес дүниелер бара-бара шындыққа айналып жатыр. Енді келесі сұрақ қояйық, ол Жұмагүл апайға, болашақта адам қандай болады деп ойлайсыз? Болашақта адамдар мен технология бірігеді. Адамдардың қызметі шексіз, бірақ жасару процесі жақсы дамып жатыр. Бірақ бір айырмашылық айта кетейін, бұл жерде адамдар көбінесе жағдайды кейінге қалдырады. Бұл киборг дәуірі деп аталады. Ал енді екеуіңізге де сұрақ қоя кетсек, бұл дамудың, жасанды интеллекттің дамудың адамның өміріне қаупін келтіреді. Иә, бар, себебі технологиямен адам бірге дамып келе жатыр. Роботтармен адамның қызметі бірге шексіздік болып келе жатыр. Бірге даже адамның ісін роботтар тез қайталайды, бірге жасайды. Ал Динара апай, сіз осы туралы қалай ойлайсыз? Сонымен қатар ғылыммен бірге адамда даму қажет деп ойлаймын. Себебі технология дамыған сайын оған адамның өзі тікелей қатысты болады. Сонда мысалы, бір роботты адам өз миымен қолдана ала ма, ол туралы қалай ойлайсыз? Иә, басқа болады, себебі маған да айтып жатырмыз ғой, роботтар мен адамдар бірге дамып келе жатыр, және роботтар оның көшірмесін жасай алады. Программа жазып, жүргізіп қолданамыз оны. Яғни оның мүмкіншілігі шектеулі. Яғни адам не ойлайды, соны не істейді, соны істейді, қайталайды болды. Ал енді адам миымен қолданады. Мысалы, мен ойлаған кезде робот та соны ойлайды деген сияқты ғой. Мен қозғалған кезде робот та қозғалады деген сияқты. Иә, себебі роботтар мен адамдар бірге. Қолданыста болады деп айта алмаймын, бірақ алдағы уақытта жасанды интеллект өзінің жоспарын жасайды деп ойлаймын. Осы жерде сөзіңізді ойлаймын, бірақ жасанды интеллект бәрін істегенін жасайды. Робот ол адамдардың істеген, ойлағанын, даже сіз қазір телефон қарап отырсаңыз да, не ойлап отырсаңыз, алдыңыздан жарнама шығады ғой. Көрдіңіз бе, сіздің миыңыздағы ойыңызды телефон көшіріп отыр. Осынан бастап уже айтуға болады, адамның миын ойлау қабілетін робот жасай алады.
мысалы сіз информатика ретінде ойламайсыз ба адам миына чип қондырып оны сол арқылы роботпен қолдану? Адам өзі биологиялық тұрғыдан жаратылыс болғандықтан оны дәл қазір енді ғылым әлі зерттеп жатыр. Ол енді дәл қазір мен жасанды интеллектпен адамның миына чип қояды деп айта алмаймын. Болашақта енді может болып қалар. Қазіргі таңда енді ол жағы үлкен зерттейтін ғылым. 20 жылдан кейін осы видеоны көрейік. Мүмкін башқа. Ал бұл адамның миына қауіпін әкелуі мүмкін бе? Иә. Әрине әкелуі мүмкін, себебі бұл жасанды интеллектті қолдану барысында адамның тіпті өзінің ой қабілеті төмендеуі де мүмкін. Себебі дайын нәрсеге адам тез үйренеді. Бұл жерде мен қарсылық білдіре алмаймын, себебі адамдар уже соған үйреніп кетеді, соған жүгініп алады. Қарапайым уже эстетикалар қарапайым, этикалар қарапайым, әдет ғұрыптан уже болады ғой. Кәдімгі жиыға сеніп алып, өз өмірін төмен түсіре бастайды. Ал енді біз қорытындылай келе кетсек, қазіргі кездегі технологиялар бұрынғы кездегі адамдардың қиялы болған. Қазіргі кезде тыңдармандар, бүгін біз адам мүмкіндігінің шегі бар ма деген сұраққа жауап іздедік. Осы сұраққа жауап іздеуге бізге көмектескен Айтбаева Динара мен Айри Жұмагүл.